Қазақстан президенті болып сайланғанда ең бастысы қазақ тілі деп мәлімдеген Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халыққа жасаған алғашқы жолдауында қазақ тілі ұлтаралық қатынас тіліне айналуы керек деп атап көрсеткені ел үмітін оятты. Ал 2018 жылы елбасы мемлекет тілдің қолдану аясын кеңейту мақсатында парламент пен үкіметтің жұмысы тек мемлекеттік тілде жүргізілуі тиіс деп нақты тапсырма берді. Ал жаңа ғана біз үкімет мүшесі министр Әсет Ерғалиевтің мемлекеттік тілді аттап өтіп қай тілде сөйлегеніне куә болдық. Мемлекеттік тіл туралы заң қабылдауда Ақ жол партиясы ұлттық кеңестің 2019 жылғы бірінші отырысында да көтерді. 2020 жыл 28 желтоқсанда ұлттық кеңес мүшелерімен кездесуде мәдениет министрі Ақтоты Райымқұлова бұл ұсынысымыздың өндіріске алынып, қоғам талабына сай мемлекеттік тіл туралы заң жобасы тұжырымдамасы жасалып, тамыз айында былтыр үкіметке жіберілгенін мәлімдеді. Яғни ол заң тұжырымдамасы үкіметте жатыр қозғаусыз. Қазір халқымыз 19 миллионға, қазақ ұлты 78%-ға жетіп қалды. Ал сол халыққа қызмет көрсететін мамандардың мемлекеттік тілді білмеуі азаматтардың қызмет алу құқығын аяқ етуде. Мемлекеттік қызметшілердің, құқық қорғау органдары қызметкерлері мен соттардың және көпшілікте қызмет ету мекемелерінде міндетті түрде мемлекеттік тілді білуі туралы стандарт енгізу. Екінші, мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін анықтаудың жүйесі мен тәртібін белгілеу, қажетті механизмдерін жасау. Үшінші, заң актілері мен өзге де тәртібін белгілеу. Заң актілері мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік органдардың құжаттары мен хаттарын, ақпараттары мен есептерін, іс қағаздарын ресімдеудің негізгі нұсқасы тек мемлекеттік тілде жүзеге асуы тиіс.